Бауырсақ. Ертеден бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып: Кемпір-ау, ай кемпір-ау, бауырсақ бізге пісіріп берсеңші. Иә, неден пісірейін? Он бірнеше күн жоқ. Ал сен қойманың түбін қырап көрсеңші, немене, бізде ұн жиналмай ма? Табалап қалар. Әйтеуір сен бірдеңе ойланып табасың. Қырсаншы, сыбыршы. Қалай шал айтты, солай кемпір істепті. Кемпір бауырсақты пісіріпті. Міне, қандай ыстық, жата сал, сәл салқында. Қандай дәмді иіс! Тағам! Ого! Ақырында жұмыс істей бастады. Бауырсақ, бауырсағым, қарағым, қайта салшы. Бауырсақ! Бауырсақ бақша жолымен домалап барса, оған қоян кездеседі. Сен кімсің? Ал сен кімсің? Мен қоянмын. Ал сен кімсің? Мен бауырсақ. Қандай сондай бауырсақ? Бауырсақ, ал мен сені жеп қоям. Жеме мені, қоян. Мен саған өлең айтам. Бауырсақ, үйге қайтшы. Жарайды, айт. Тек қана қатты емес. Мен бауырсақ, қуырған жағым қызғылт. Қоймадан да қырылдым, бұрыштан да сыпырдым, қаймақтан да илендім, терезеде де суыттым. Атадан да мен қаштым, әжеден де мен қаштым. Ұзын құлақ қояннан да қашуға қиын емес. Ештеңе түсінген жоқпын. Қайда жоғалып кетті? Қоянның көзінен қашып, бауырсақ тағы да домалап кетіпті. Домалап келе жатса, алдына оған қасқыр шығады. Тоқтап! Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Жеме мені, сұр қасқыр. Мен дәмді емеспін. Ал мен көдек талқандайтын жануармын. Ал мен
саған өлең айтам. Қандай сондай өлең? Мен бауырсақ, қуырған жағым қызғылт. Қоймадан да қырылдым, бұрыштан да сыпырдым, қаймақтан да илендім, терезеде де суыттым. Атадан да мен қаштым, әжеден де мен қаштым, қояннан да мен қаштым. Сенен де сұр қасқыр, қашуға қиын емес. Алшын! Бауырсақ! Қасқырдың көзінен қашып, бауырсақ тағы да домалап кетеді. Ого! Әдемі! Бауырсақ домалап келе жатса, жолында аю кездесіп қалды. Бауырсақ, ал мен сені жеп қоям. Мені жеп қоюға сенде әлі көп уақыт болады. Мүмкін мен саған біріншіден өлең айта салайын. Иә. Баста. Тек қана әнді созба. Өйткені мен таңертеңнен ештеңе жеген жоқпын. Мен бауырсақ, қуырған жағым қызғылт. Қоймадан да қырылдым, бұрыштан да сыпырдым, қаймақтан да илендім, терезеде де суыттым. Атадан да ол қашты, әжеден де ол қашты, қояннан да ол қашты, қасқырдан да ол қашты. Және шалшық аюдан да мен әрине де қашам. Алшын! Қазір мен сені жеттеп келемін. Ал бауырсақ аюдың көзінен әрі қарай домалап жөнелді. Бауырсақ, қандай сен тамашасың. Ал қандай сенде хош иісі бар. Мүмкін сен өлең айтатын шығарсың. Иә, өте тамаша айта алам. Бір рет маған өлеңді айта салшы. Жетім түлкіні қонсашы. Мен өте шаршап қалдым. Мен өте өтінемін. Бауырсақ, қуырған жағым қызғылт. Қоймадан да қырылдым, бұрыштан да сыпырдым, қаймақтан да илендім, терезеде де суыттым. Атадан да ол қашты, әжеден де ол қашты, қояннан да ол қашты, қасқырдан да ол қашты. Аюдан да мен қаштым. Және сұлу түлкі сенен де маған қашуға қиын емес. Өте тамаша, дарынды екенсің. Ал мен сенің өлеңді дұрыстап естілмедім. Мүмкін кәрі болып кеттім. Менің мұрныма отырып, тағы да маған өлең айтшы. Мұрныма отыр.
және тағы өлең айт. Мен бауырсақ. Бауырсаққа өз өлеңді аяқтауға уақыт жетпеді. Түлкі оны ап, жеп қойды. Міне, ата-аналарды тыңдамаған балалармен сондай қиындықтар болады.